Бүгін эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Келіп жеткен қасиетті Рамазан айы мүбәрәк, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дейміз. Бүгін біз әнші Индира Расылханмен сұхбаттасамыз. Қайырлы күн, Индира. Амансыздар ма? Сәлеметсіздер ма? Ал, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Оразаның алғашқы күні қалай өтіп жатыр? Барлықтарыңызға мүбәрәк болсын, бәрі жақсы, керемет. Үйде отырып та үйреніп қалдық. Индира, карантиндегі күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Байқаймын, күнде Инстаграмда танымал адамдармен ойын ойнайды екенсіз. Иә, расында да халыққа көңіл күй сыйлау мақсатында ғой бұл жерде. Бұл ойынды шетелден көрдім. Және де біздің қазақ халқына неге осындай көңіл күй сыйламасқа деген оймен ешқандай да неткен жоқпын, қымсынбай, жаңағыдай жасқанбай, бірденен бастап кеткен жайым бар. Енді халыққа ұнап жатқан сияқты. Шашыңызды алдыңыз, тағы қандай бір ерекше тікелей эфирлер болды? Бұл эфирде бар қойшы айтайын ба? Не істемедік деп айтайыншы. Бетке ұн да жақтық, жұмыртқа да жақтық, бал да жақтық. Индира, шоу-бизнесте ашық-шашық жүрсең, сондай бейне баяндарға түссең, қызықтысың деген бір түсінік қалыптасқан ғой. Сіз неше жыл орамал тақтыңыз, сахнаға ұзын етек көйлекпен шықтыңыз. Жабық болып та өнеріңді бағалатуға болатынын біздің қазіргі кейбір ашық-шашық киінетін әнші қыздар неге түсінбейді? Иә, бұл мәселе расында да біздің менталитетке кішкене қарама-қайшы келеді. Біріншіден, екіншіден, өнер деген ол енді шыны керек адамның дене бітіміне, болмаса жаңағы түр әлпеті, оның жаңағы ашық киінгендігіне байланысты емес екендігін көбісі түсіне білмейтін шығар деп ойлаймын. Өнер деген бұл енді сенің әдемі үнің, Алладан берген талабың, талантың деген сияқты соның барлығы көрсетілу керек. Сол себептен бұл кішкене болса да осындай бір қыздарымыз шатысып жататыны рас еді. Ондай бар. Бірақ дегенмен де Аллаға шүкір, мен 20 жасымнан бастап енді осы Алланы танып бастағалы бері қанша уақыттан бері шынында да орамал тағуға ниеттеніп жүрсем де, бірақ дегенмен де осы бір жылға жетер-жетпес көлемі болды орамал тағып. Осындай бір бұл енді бір образ ретінде емес, халықты да сондай бір насихаттау мәселесінде. Біз енді былайша айтқан кезде қазір енді жасымыз 40-тан асқаннан кейін барып жас өзімізден келе жатқан жеткіншектерге тәрбие болсын, тәлім-тәрбие болсын деген сияқты біздің де кеткен қателіктеріміз бар шығар, соңында бір қайталамасын деген сияқты. Орамалыңыз, дін шарттарын ұстанғаныңыз өнерге кедергі келтірген кездері болды ма? Иә, болды, бірақ дегенмен де адам өзі ниетіне байланысты ғой. Егер менің ниетімде осы халыққа насихаттау мәселесінде болатын болса, оның барлығын халық түсінеді. Егер мен бұл образ ретінде, мен өзімнің имиджімді басқа етемін деген сияқты болатын болса, ол енді образ ретінде ғана қалып қояды. Сол себептен бұл жердегі ниетке байланысты. Индира, таудай талап болғанша бармақтай бақ болсын дейді ғой. Қалай ойлайсыз, сіздің талабыңыз басым ба, бағыңыз ба? Менің ашылмаған қырларым өте көп екендігі білемін мен әлі. Себебі осығанға дейін мен өзімді қалай дейді, индивид ретінде, адамның жеке тұлға ретінде менің бір талантым елден асқан болмаса, маған осындай талант берді, маған керемет дауыс берді, менің музыкалық қабілетім өте мықты болмаса, басқа да қырларына таныта алам өзімді. Актриса ретінде де болсын, тележүргізуші ретінде болатын болсын, маған осы ретінде бір жоба болмаса жұмыс ретінде тапсырылатын болатын болса, оны мен атқара алатынымды да білемін, оны алып шығатын қасиетім де бар екендігін білемін. Ол қай жағынан? Себебі мен өзімді қабылдамағанға байланысты. Бұл жердегі ең басты мақсат көптеген жаңағы, иә, біздің қазақ елінде болсын, әлемде талантты адамдар көп, бірақ оның ең бірінші басты мақсаты өзін қабылдауда екен да. Мен Аллаға шүкір, қазір енді өзімді қабылдадым. Қазіргі жеткен жетістігіме, осы жеткенге дейінгі бағыма мен ешқандай да ренішім де жоқ, болмаса басқам да жоқ. Мен шүкір деймін, бұл нәрсеге жете алмай жүрген де бар. Сол үшін менің қазір бойымдағы бар нәрсенің барлығы бұл да бағым деп есептеймін.
Өнер мектебіңізді ашқан едіңіз. Қазір жұмысын тоқтатты. Қанша маман жұмыссыз қалды? Бар ма жалпы өнер мектебіңіз? Жоқ, өнер мектебін мен жұмыссыз қалдырдым. Себебі деген ол жерде бүкіл ауыртпалықтың барлығы кезінде өзіме түсіп қалды да, мен өзім шабыт академиясында жұмыс жасап жүрдім. Одан кейін барып тағы да енді мен жауапкершілікке көп нәрсені бірден алып қойғандықтан мен өзімнің мектебіме кішкене қолым тимей қалып, кейін ол мектепті жаба тұруға тура келді. Неше жыл жұмыс істеп үлгерді сонда мектеп? 2 жылға жуық жұмыс жасадық. Шәкірттеріңіз ренжіген жоқ па? Шәкірттерім жылады ғой кәдімгідей. Индира апай деп қанша шу шошты бала шағалар дейді ғой. Әлі күнге дейін маған Инстаграм желісінде жазып тұрады ғой, Индира апай біз менмін ғой деп жазып тұрады. Индира ханым, бір істі аяғына дейін жеткізуге уақыт жетпеді ме, әлде жаңағы жауапкершілік жетпеді ме? Жоқ, ол жерде бар ғой, менің миымның дұрыс болмағандығында ғой. Мен ойлау қалай дейді? Ойлауым дұрыс болмады ғой. Себебі мен қаншама бизнес бастадым, көп нәрсені бастадым расында осыған дейін, бірақ оның аяғына бару мен үшін қалай дейді? Бұл жерден қазір мына бизнесте менде ақша болмайтын болатын болса, бұл табысын әкелмейтін болатын болса, менің өнерім бар деген сияқты, ананы қойып кете салып, өнеріме қарай бағыттай салатын сондай бір әдет не болады да, менде әдет емес бұл деген, қалай дейді, бір жағынан қорқыныш та бар ішінде, бір жағынан, иә, жарайды, болмады ғой, енді жарайды, мына өзімнің өнерім бар ғой, мен өлмеспін деген сияқты, сондай бір қағида болған шығар. Оның үстінде өнерімнен тысқары қалып қоям ба, алыс қалып қоям ба деген қорқынышпен мен қайтадан өнерге қайтадан жабыса беретіндігім сол да. Мен кішкене былай ауытқып алатын болатын болсам, мен өнерім қалып бара жатыр ғой деген сияқты қорқынышпен қайтадан өнеріме жабысып жатамын да. Сол үшін расында да екі жаққа қарай бөлініп уақыт таппай жатқандығым да бар. Сол себептен қазір Аллаға шүкір, енді осы мәселеде жаңағы кішкене миды түзегеннен кейін, ойды түзегеннен кейін бар, барлығын жүйеге келтіріп жатқаннан кейін, қазір енді 18 бизнес ашатын болатын болсам да мен үшін артықтық етпейді. Ешқашан да артқа қарай шегінуге жол жоқ, барлығында аяғына дейін жеткізуге мен дайынмын. Билайн сервисін енді Еурофарма дәріханалар желісінен алуға мүмкіндік бар. Сим-картаны ауыстыру, нөмірді қалпына келтіру, тіркеу, басқа операторлардан ауысу сияқты қызмет түрлерін енді дәріханаға келіп жасатуға болады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Инстаграм парақшаңыз пайдалы ақыл кеңестерге толы. Өзіңіз кімнің ақылына құлақ асасыз? Алланың енді жолына түскеннен бастап, қалай да болатын болса да, әрине мына адам баласына, адамзатқа жаның ашып тұрады. Тура жолда болса екен, қателік жасамаса екен, бұл тура жолдың қандай керемет екендігін сезсе екен, білсе екен деген сияқты мақсатта айтқым келіп отырады. Бұл нәрсенің барлығын мен қазір психология мен дінді ұштастыра отыра осындай бір халыққа жетімдірек тілде деп айтайықшы, өзіміздің екі ауыз сөзбен айтқан кезде, халыққа жетімді тілмен айтқан кезде тез жететіндей етіп осындай бағытты ұстанған жайым бар. Сол себептен бұл бағытта маған адамдар менің құлағыма ассын, менің сөздерім құлақтарына ассын, аспасын, менің айтуым міндет. Сіздер бақытты әйел деген ән челленджді жасадыңыздар, ел біріне бірі әбден таратты. Сонда сіздің бақытты әйел деген кім? Сіз үшін бақыт деген не? Бақытты әйел челленджінің негізінде ұйымдастырушысы менмін. Өзім жасаған болатынмын. 43 әншіні жинадым. Оның ішіндегі 25-і сол әнді орындап шықты. Ал енді расында да қазір біздің ортамызда чат бар, бақытты әйел деген. Расында да бір-бірлерімізді таңертеңгісін бақытты жандар, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, қайырлы таң, бүгін қалай ұйықтадыңыздар деген сияқты сондай бір-бірлерімізбен осындай пікірлескен кезде шынында да Аллаға сан шүкір біз бақытты екенбіз ғой деп есептейміз да. Бақытты адамнан іздеп керек емес. Бұл жерде бақытты жан тек қана Алламен өзінің жүрегін байланыстыра білген адамда ғана бақытты бола алады. Қандай жұмыс жасасам да, қандай еңбек жасасам да, Аллаға тәуекел етіп жасаймын. Қандай мәселем болатын болса да, мен қазір альхамдулилля Аллаға сан шүкір деп айтайын. Менің ешқандай уайым жоқ десем сенесің бе? Мен қазір еш нәрсені уайымдамаймын. Мен бір нәрсе келіп уайымдап жатама, уайым кіріп жатама, мен бірден Аллаға тапсырып тастаймын. Алла сен барлық нәрсені, мына 18 мың ғаламды жаратқан, мынау жер мен көкті бар ғой, 6 күнде жаратқан Аллах Тағала мен бір мәселемді шешіп бермей алмайды деймін да. Сразу бірден тапсырып тастаймын. Тамаша. Қайырлысы болатын.
Жақсы, рахмет, Индира ханым, уақытыңызды бөлгеніңізге. Амандықта жолығайық. Жақсы, Айда. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыз. Flash Up Energy күні бойы сергеп жүруге мүмкіндік беретін алкогольсіз энергетикалық сусын. Оның құрамында кофеин мен тауриннен бөлек Б дәрумені кешені мен С дәрумені бар. Тәтті сусын энергия мен күш қана беріп қоймай, алға қарай биік белестерге ұмтылтады. Flash Up Energy мен бірге сергек бол, иде бол. Ал аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм онлайн сұхбатты әрі қарай жалғастырады. Арнамыздан ауыспаңыздар.